Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз алма қосылған пирог пісіретін боламыз. Ол үшін 5 жұмыртқаға 200 грамм қантты қосып, аппақ болып көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Енді кезекте 200 грамм ерітілген сары майды құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Одан соң 200 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқышты салып, ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Енді ұнды 2-ге бөліп, жақсылап бір келті масса болғанша миксермен араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді алманы ұсақтап, жұқалап турап аламыз. Мен 2 алма қостым. Егер алманың көп болғанын қаласаңыз, 3 немесе 4 қосуға болады. Алманы турап болған соң қамырға салып, осы видеода көрсетілгендей төменнен жоғары қарай араластырамыз. Бірақ тым көп бұлғаудың қажеті жоқ. Қамырымыз дайын болған соң формамызға құйып аламыз. Енді 170-180 градуста алдын ала қызып тұрған пешке салып 45-55 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз осылай пісіп шықты. Енді бөлме температурасында толықтай суытып алған соң әсемдік үшін осылай қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Пирогымыз өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Осы рецепт бойынша пирогты дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз.